We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame That we don't talk anymore. Ассалаумағалейкум, виртуалды лига, виртуалды ойынның жанкүйерлері. Бүгін кезекті матч Бәйтерек пен Базель арасында, яғни лига конференцияның кезекті матчы. Бәйтерек Лига Европадан Бешикташтан ұтылып, осы кезекті жорығын лига конференцияда жалғастырады. Матч комментаторы мен Жандарбек. Бәйтерек командасы бірден қарқынды түрде шабуылға 6 ойыншымен бірге шығып кете салды. Қорғаныста 4 ойыншы. Бұл Бәйтерек командасының шабуылы қазіргі таңда мықтырақ болып тұр. Жақсы шабуылға шығып, бірден комбинациялық шабуылда міне Базельде қарап қалмады. Базель өте керемет шабуыл, соққы болмады, қақпашының қолынан табылды. Керемет, екі команда да бірінші минуттан бастап екі жақтан бірге шабуылдап көрді. Әлі есеп ашылған жоқ бұл. Лига конференцияда Бәйтерек осы Қазақстанның атынан шығып отқан командалардың бірі. Базельдің шабуылы ортаға Айбалаңнан кіріп келді, соққы болмады. Қақпашы мен қорғаушылар мықты болып тұр Бәйтерек командасында. Тағы бір шабуыл Айбалаңнан асырып теуіп жерді Бәйтеректің. Бұл жерде қауіпті шабуыл болды. Базель командасы керемет шабуыл жасаған еді, комбинациялық. Ал қорғаныста жақсы ойнап жатқан команда міне қақпашының керемет сейві болған еді, бірақ қапы бағанасына тиіп кеткені көрініп тұр. Базель топты тұрақты түрде ұстауда. Орта қарай пас. Керемет соққы бола ма? Есеп өзгеріссіз, қақпашының қолынан табылды. Керемет шабуылдар болып жатыр екі командада. Базель командасы сонау Швейцарияның сол бір беделді, белсенді сонау жылдардан келе жатқан Базель командасы екен. Білеміз, гол, есеп 1-0. Жаңа ғана есепті ашып кетті бұл жерде базеліктер. Жақсы шабуылдың, комбинациялық шабуылдың арқасында есеп 26 минутта 1-0 болды. Бәйтеректер енді қайтадан шабуыл ұстауда. Топтан айырылып қалды Базель командасы. Міне керемет қарымта шабуылға шықты. Енді осы жерде бір екінші голдың мүмкіндігі болған еді, алайда сала алмады Базель командасы. Қарымта шабуылға бірден шығып кетті. Енді Бәйтерек командасы осы жерде бірдеңе ойлап табу керек. Жоқ, бірақ қарымта шабуылдан Базель командасы ұстап алуда, бірақ екі командада да жақсы шабуылдар болып жатыр. Алайда екі командада жаңа айтып отқандай керемет шабуылдар ұйымдастырып жатыр. Осы жерде Базельдің керемет шабуылы, енді бірдеңе ойлап табу керек. Команда соққы, есеп 2-0. Керемет шабуыл. Бәйтерек өз үйінде, өз жерінде 2-0 есебімен жеңіліп жатыр. Бірінші тайм аяқталар, 5 минут бар әлі. Бәйтеректің кезекті шабуылы, базеліктер допты тартып алды. Енді осы жерде бірдеңе ойлап табу керек. Тағы да үшінші гол бола ма? Жоқ. Арт жақпен ойнады. Осы жерде соққы болу керек. Қорғаушылар керемет ойнауда.
Білмеймін, екі команда бір-бірін тапқан секілді бірақ бәйтерек командасында соққы болып жатыр. Бірақ ол соққыны голмен аяқтайтын, ол шабуылды бір түймен бітіретін ойыншыны көріп тұрған жоқ. Бірінші тайм аяқталды, есеп 2-0. Ал екінші тайм басталды. Бізде тоқтауға уақыт жоқ. Екі команда да қарқынды түрде ойнап тұрғаннан кейін керемет шабуылдар көріп, голға көп ойын болсын деп тілейміз. Бәйтерек командасының шабуылы соққыға, есеп 2-1. Бәйтерек командасы 49 минутта есепті 2-1-ге жеткізді. Енді камбэк болсын деп тілейміз Бәйтерек командасына. Қазақтың сонау бір кубогын жеңіп, Лига Европаға шығып, Лига Европада жол түскен Бешикташтан ұтылып, енді Лига конференцияда өз жорғын бастаған Бәйтерек командасына жеңіс тілейміз. Қақпашының керемет сейв бұл жерде. Екі команда да қарқынды түрде ойнауда. Бірінші тайм біткеннен кейін бірден созбай бастады. Екі команда бірден шабуылға кетті. Бәйтерек командасы сұрапыл шабуылдар болып жатыр. Есеп 2-2. Жаңа есепті 2-2-ге жеткіздік. Қараңыздар, керемет шабуыл, қақпаға бірден соққы, есеп 2-2. Енді Бәйтерек командасы камбэк жасайды деген үмітпен отырық. Сол бір камбэктің бір түйіні шығып келе жатқан секілді. Бірінші таймда 2-0 есебімен жеңілді, алайда енді камбэк болады деген үміт әлі де бар. Қорғанысты жақсы ойнауда Бәйтерек командасы. Базелдің кезекті шабуылы осы жерде соққы бола ма? Қақпадан қиыс кетті. Үшінші голды көріп қалуымыз әбден мүмкін еді. Базелдің тағы бір шабуылы, не деген тоқтаусыз шабуылдар. Ал қорғаныста керемет ойнап жатқан Бәйтерек командасы өзінің қорғаныстағы ойыншыларын керемет екен айдан анық көріп тұрмыз. Бірден шабуыл ұстайды, алаңнан ығыстырып шығарып тастайды команданы. Қараңыздаршы, Базелдің тағы бір шабуылы, кезекті соққы, қақпашы керемет сейв. Бүкіл ойыншысы керемет ойнауда қазір екі команданың да. Ал камбэкке ойнап жатқан Бәйтерек командасы бұл жерде өзінің қосалық құрамында өзгеріс жасап жатыр. Аситті ойыннан алып тастады және де ортада Бердали мен Азан ауыстырды. Сөйтіп команданы өзінің кезекті. Негізі қай команда жеңетінін мен дәл қазір айта алмаймын, өйткені қазір 90 минутқа дейін не болатынын білмейміз айбалаңда. Қазір есеп 2-2. Бәлкім 90 минутта қай команда жеңетінін білмейміз. Жаңағы шабуылдың бір түйіні шықпай қалған еді осы жерде. Тағы бір Базелдің қарымта шабуылы 6 ойыншымен айбалаңға аттерлетіп кіріп келді. Бәйтеректің шабуылы 2-2 қалып қойды осы жерде. Артқа қарай пас. Базеліктер шабуыл сатпады. Есеп 2-2. Негізі екі командаға да 3 ұпай керектігі айдан анық, оны көріп тұрмыз. Қарымта шабуыл осы жерде бірдеңе істеу керек қой. Енді Бәйтерек командасы допты алды, ортаға ашып тұр ғой. Ортаға пас беруге болады, бірақ үлгермей қалды команда. Тағы бір шабуыл, қақпашы қателесті пас беру кезінде. Сол бір шабуылды әлі бір түйінін шығарып істей алмай жатыр. Базелдің шабуылы кезекті осы жерде гол болу керек секілді ме? Жоқ, қорғаныстағы ойыншыларды керемет ойнап тұрғанын білеміз. Ортада шабуыл, Бәйтеректің кезекті шабуылы осы жерде гол болу керек. 90+10 минутта. Сол бір шабуылды аяқтайтын бір ойыншы жетіспей тұр. Тағы бір шабуыл осы жерде. Енді гол соғу керек қой. Енді Бәйтерек командасы гол соғу керек қой. Алыстан пастар, артпен алдыға керемет пастар. Енді осы жерде тағы аяқталмай қалды. Есеп 2-2. Базель мен Бәйтерек арасындағы матч аяқталды. Кезекті ойында жолқанша матч комментаторы Жандарбек. Матч қалай өтті? Өте керемет өтті. Енді кезекті ойындарды алдағы уақытта өзім жүргізетін боламын. Қоштаспаймыз, кездескенше сау болыңыздар. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you wear and
game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. She's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. Ассалаумағалейкум виртуалды лига сүйер көрермендер. Бүгін тағы да лига конференция. Бүгін Байтақ пен Динамо Загреб кездеседі. Өте қарқынды матч болайын деп тұр. Өйткені Байтақ былтырғы чемпиондар. Өте мықты команда. Байтақтың шабуылы енді осы жерде гол болу керек. Динамо Загреб қорғаныспен өте керемет ойнауда. 5 қорғаушы жүйесімен ойнауда. Байтақтың қарымта шабуылы. Сөзді көбейтпей бірден бастап кететіміз қалай болды дейсіздер ғой, Өте керемет ойын көрсетіп жатыр бұл жерде. Динамо Загреб білесіздер, Хорватияның чемпионы. Олар да қалай түсіп кеткенін білмейміз. Бірақ мына жерде Динамо Загребтің сұрапыл шабуылы, осы жерде бір голдың иісі шықпады. Голдың иісі мұрнымызға келгенде еді, алайда болмады. Керемет ойын, керемет жүруде, Байтақ керемет шабуыл жасауда. Кеше ғана білесіздер, бәйтерек командасы Базелмен 3-2 есебімен болған еді. Ой, тоқтаңыздар, бұл жерде гол болыпты ғой. Қалай байқамай қалдық біз оны. Байтақ 14-ші минутта бірінші голын соғып есепті ашып отыр. Динамо Загреб командасы, қонаққа келген команда бірден гол жіберіп алды. Не деген сұмдық, Қараңыздаршы, керемет ойын көрсетіп жатыр Байтақ командасы. Өте керемет шабуыл енді осы жерде ортада пас беру керек қой. Асықпайды, соққы қайда. Ой, қақпашының керемет сейві. Не деген деңгей, екі команданың да бір-біріне мықты екенін біліп тұрмыз бұл жерде. Командалар өте мықты. Динамо Загребтің шабуылы, Динамо Загреб асықпайды, артқа қарай пас. Оны Байтақ командасы тартып алды. Керемет. Енді Байтақтың осы жерде бір гол соғу керек қой тағы. Тағы бір гол, бізге жеңіс керек. Байтақ командасына жеңіс керек екенін білеміз. Екі командаға да бірақ ұпай керек, бірақ Байтаққа көбірек керек. Қақпаштың керемет сейві бұл жерде. Өйткені Байтақ былтырғы чемпионымыз. Сондықтан Бәйтерек кеше Базелмен тең ойнап қалды. Өте қызық матч болды ол. 3-3 есебімен керемет сұмдық голдар көрдік бұл жерде. Динамо Загребтің соққысы, есеп бірдегі. Автогол соғып алған қақпашы бұл жерде. Қараңыздаршы, Айбаланға баса көктеп кірді де бірден пас бере салған, ал ол қақпашыға тиіп бірден қақпаға кіріп кетті. Есеп 1-1. 37-ші минут бірінші тайм бітуіне әлі 5 минут бар. Тағы бір соққы. Қақпашының сейві. Динамо Загреб 3 шабуыл салды қалды ойнауда. Қалған ойыншының бәрі артта. Білмейміз не деген, қандай қорғаныспен ойнап жатқанын. Байтақ асықпайды. Ұзын сонар пастармен пастасып, керемет енді осы жерде гол керек қой. Неге соққы жоқ қақпаға? Білмейміз. Оны Динамо Загреб ойыншыларынан сұрақ көрейік, қазір пас береді, соққы қайда? Міне олардың соққысы. Байтақ. Бірінші тайм аяқталды, Екінші тайм көп ұзамай басталады бізде. Ондай тоқтау жоқ бізде. Өйткені командалар өте ойнақсы келіп тұр. Екі команданы көріп тұрсыздар, бір-бір голдан соғып алды бірінші таймда. Сондықтан бізге керек ондай голдарда. Керемет соққы, бірақ қақпадан қиыс кетті. Бұндай соққыларды көру мүмкіндігі бізге беріле бермейді. Бірақ алдыңғы қайталап айтайық, Бәйтерек пен Базелдің ойыны өте сұмдық болды. 3-3. Өте қызықты матч болды. Лига конференцияның қызықты матчтарының қатарына қосып қойса да болады. Байтақ асықпайды, пастармен, ұзын сонар пастармен асықпайды, оң қапталға, ортаға асықпайды. Осылай жұмыс істеу керек. Енді осы жерде соққы қайда? Соққы болды, бірақ қорғаушыларға тиіп кірмей қалды. Тағы соққы есеп 2-1. Міне Байтақ алға шықты. 58-ші минутта
шабуылды өте жүйелі түрде жұмыс істеп қақпашының айласын асырып есепті 2-1 қылып кетті. Керемет, сөзсіз керемет. Тағы бір шабуыл Байтақ, екі қорғаушыға екі шабуылшы бірден қалып кетті, артқа қарай пас. Аспайды, ортаға соққы, қақпашының сейві. Гол болмады. Гол күткен едік. 63 минут, әлі 30 минуттай бар. Тағы бір Байтақтың шабуылы. Шабуылды күшейтті Байтақ екінші таймда. Өте керемет шабуылдар көріп жатыр. Қараңыздаршы, асықпай бір-бірімен пастасады, көрінеді, ашылады, пас береді, ортаға кіреді, осы жерде есепті ашып кетеді. Ой, қақпа бағанасына тиді бұл жерде. Өте керемет соққылар болып жатыр. Екі команда да көріп тұрсыздар, бірақ Байтақ топпен көп жұмыс істеуде. Тағы бір соққы қауіпті. Динамо Загреб ойыншылары да қарап қалмайды деген сөз. Міне осы жерде шабуыл керемет, осы жерде енді бір екінші гол бола ма? Соққы қайда? Ой, керемет қақпашы. Өте керемет. Алды қарай пас. Байтақ ойыншылары бірден шабуылға қарқынды түрде шығып кетті. Аспайды. Пас қайда? Пас сұрап тұр ғой ойыншысы. Білмеймін, екі команда бір-бірін сынап тұрып ойнап жатқан секілді. 80 минут, осы жерде енді 10 минут қалды. Тағы бір шабуылдар керек Байтақ командасына. Динамо Загреб хорваттардың чемпиондары, ал бұл жерде қазақтардың чемпиондарына қарсы ойнап жатыр. Асықпайды, орта қарай пас өтпей қалды. Динамо Загребтің кезекті шабуылы, енді осы жерде бірдеңе шыға ма? Әлде болмай ма? Байтақ топты тартып алды. Өте жүйелі түрде ойын жүріп жатыр бұл жерде. Бір команда шабуылдаса, екінші команда қарап қалмайды. Қорғаныста ойнап жатқан жоқ. Екі команда да бірінші номермен ойнап жатыр десек те болады. Міне Байтақтың шабуылдары, міне осы соңғы шабуылдың бірі. Енді осы жерде гол соқса керемет болар еді. Болмады. Динамо Загреб енді жеңіс Байтақ командасына тие берсек болады. Жоқ, әлде мына шабуыл бірдеңе шешіп кете ме? Болмады ештеңе. Қауіпті шабуылға ұқсаған сияқты еді. Алайда болмады бұл шабуыл. Асықпайды, артқа қарай пас. Болды ғой, ойын бітті ғой. Ысқырық шалу керек қой. Бітті. Көрермендер, осымен қоштаспаймыз, кездесеміз. Матч өте қызықты болды. 2-1 есебімен Динамо Загребті өз алаңда Байтақ командасы жеңіп кетті. Келесі Бәйтерек командасына да жеңіс тілейміз. Өйстіп жеңісті күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар. Кезекті матчтардың комментаторы мен Жандарбек.